Көзден жас ағызатын пияздың тағам дәмін кіргізумен қатар емдік қасиеті де бар екенін көпшілік біле бермейді. Пияздың шыққан жері қиыр шығыс болып табылады. Бізде Мысыр, Греция елдеріне жетіп, басқа елдерге тарай бастаған. Қай жерде болмасын, кез келген заманда пиязды ғажайып пайдалы өсімдік ретінде қабылдаған. Ертеде римдіктер мен гректер пиязды жауынгерлерге күш және батылдық беретін, әрі жарақатты жазатын шипалы, қасиеті күшті өсімдік деп есептеген. Олар пияздың бір түріне жеңімпаз деп ат берген. Пияз құрамында түрлі дәруменге бай минералды тұз, органикалық қышқыл, зиянды микробтарға қарсы төтеп беретін, көзді ашытатын ұшпалы фитонцид деген зат бар. Ол ауадағы ауру тарататын микроб бактерияларды жояды. Пияздың сөлі емге пайдалы. Пияз қабығының қайнатпасын халық медицинасында көптеген ауруға қарсы қолданады. Өйткені оның құрамында дәрумендер мен пайдалы элементтер көп. Сондықтан әртүрлі ауруға қарсы белсенді күреседі. Біз осы видеода пияз қабығының қандай ауруларға ем болатыны туралы айтатын боламыз. Достар, қаңтар айының соңына дейін 1000 оқырманға жету үшін көмектесулеріңізді сұраймын. Ол үшін каналға жазылып, лайк басып, видеоларды соңына дейін көрулеріңізді сұраймын. Пияздың қабығы Е, Б, С дәрумендеріне, калий, магний, темір элементіне өте бай. Сонымен қатар құрамында ларотин, кверцетин сынды заттарының арқасында вирусқа, инфекцияға қарсы күресетін күшке ие болып табылады. Пияздың қабығы терінің саулығын жақсартады, жүрек қан тамырларының ауруларының алдын алады, иммунитетті нығайтады, ағзаны шлактан тазалайды, аяқ, буын ауруларын емдейді, шаршауды басады, ішек жолдарын емдейді, асқазан жұмысын жеңілдетеді, мидың қан тамырларын тазалайды, қақырықты түсіреді, несеп жолдарының жұмысын жақсартады, терідегі безеу мен экземаның жазылуына септігін тигізеді. Қалай емдейді? Жүрек қан тамырлары жүйесін қуаттандырады, қанның ұюын болдырмайды, жараның тез жазылуын септігін тигізеді, жүрек қағысын реттейді. Асқазан, ас қорыту жолдарының жұмысын қалпына келтіреді, ағзадағы шығысты шығарады, артық сұйықтықтарды арылтады, бүйрек ауруының алдын алады, қан айналымын реттейді, ағзадағы артық тұзды шығарып, буынның айналасындағы ауруларды емдейді, инфекциямен күреседі, суыққа, вирусқа қарсы шипа болып табылады. Сонымен қатар қайызғақ, тері аурулары, қабыршақтану, терінің сезімталдығын емдейді. Бұл шүректерде ауырлықты, шаршауды, күйзелісті болдырмайды. Сондай-ақ шаштың түсуін тоқтатып, қуаттандырады және жылтыратады.